Біз Қызылордалықпыз ғой, Қазалыдан. Тек қана бізге емес, барлық жерге керек. Осы жаққа келген кезде осындай көмекке, жалпы осындай оқиғалар болып жатады ғой, қиындықтар елбасына туған кезде. Өткен жолы түсінде келген кезде көрдік, қалай келгендерін ұйымдасып. Ол енді бізге қызық болып тұр. Сосын өзге адамдарға да ертең ол бізге де тәжірибе болайын деп тұр. Бізге де біліп алу керек. Қалай басталды, қалай жиналды, қандай мүмкіндіктер болды. Мынаның бәрі қалай, кім айтты, ойға қалай келді, соның бәрін айтып берсеңдер баяндап. Рауан бауырым, біріншіден ассалаумағалейкум баршаға келгендеріңізге рахмет. Сондай ұзақ жолдар. Қай жерден келесіздер? Қызылорда, Қазалы. Машалла. Қызылордадан Дәулет деген жігіт. Осы жерден Жаңақорғанның почти 7 күннен артық осы жерде жұмыс жасап кетті. Полный осы жерде волонтерлар басқарып, қанша деген қызмет жасап, Аллаға шүкір, соны біздің балалар да соған неме қылды. Былай айтқанда бағыныш болып, соған көмектесті. Сол кісі бізге тапсырып кетті, ары қарай енді үйіне қайтып, бүгін үйіне қайтады. Ертең қайтады ол. Иә, қазір баняға түсіріп балдарын. Соған ары қарай бізге эстафетаны қалдырып кетті ол кісі. Басында қалай болды? Жалпы басы қызық болды ше. Ең басында тек Орал қаласында басталған жоқ қой бұл. Атырауда болды, және де басқа қалада болды. Және Ораза айында болды бұл зат. Ораза айында. Суға кету басталған кезде Ораза айы, бәріміз оразамыз, этикафтамыз, басқамыз деген сияқты, құлшықтамыз, Құрандамыз, мешіттеміз. Сол кезде біздің қалаға, Шымкент қаламызда Сәкен деген бауырымыз бар, журналист кісі. Азат Ньюс. Азат Ньюс. Өте белсенді жігіт. Журналист өзі. Сол баршамызға звондау бастады. Шымкент белсенділеріне. Маған звондайды, Мәке, осындай болып жатыр. Атырауға барайық. Мәке, Ақтөбеге барайық. Ана жерде оразасын, білмейсің, барың келеді. Бір жағынан мына жерде құлшылықтарың бар деген сияқты бар ғой. Таңдау, екілен таңдау мәселесі болған кезде Сәкен басып кетті Атырауға, Күлсарыға, Ақтөбеге, баршаға фура жинап кетті тапсыруға. Бірақ оның немесі барады, бір күн, екі күн қонады, тастайды, таратады, и қайтып кетеді. Сол жүрген кезде Орал басталып кетті. Орал. И Оразада уже Ораза айы біту бастады. Сонымен және хабарласады. Мәке, қашан барамыз деп бар ғой. Давай, бисмиллах, барамыз. Қай жердесің? Шымкент қаласына Темірлан деген жерде, Темірлан шосседе штаб аштым, келіңіз деді. Жарайды дедім. Кейін бүкіл Бекболатқа баршаға хабарластым. Жігіттер енді бармасақ ұят болады деген сияқты бар ғой. Сөздің ашығы Сәкен бастады бәрін. Бәріміз енді белсенділер. Белсенділер көп қой, Аллаға шүкір. Бірақ именно сол Рамазан айға келген кезде біреу умрада, біреу құлшылықта, біреу итикафта болған кейін шамал сөздің ашығы. Бірақ ниет бар еді. Кейін ара енді ят болмасын деп, Құдайдан да, халықтан да ят болмасын деп бардық, көмектестік. Бірақ барған кезде ол жерде осындай жиналыс болды. Янги шаһарда, Темірланский шосседе, Шымкент қаласында, штабында. Сәкен бауырымның штабында. Құдай қаласа бүгін шаршат. Көрме ол жерде болды негізі. Бүгін демал бар, баняға төс. Көрдік қой, баняға төс, немеге бар, жақсы демал. Ана жерде бауырымыз, о жердегі Оралдағы волонтер бауырларымыз коттедж бізге немек берді. Талғат Чудабаев деген жігіт. О жерден коттедж бізге жалдап берді. Сонымен осындай жиналыс болды. Кейін мен бір ауыз айттым енді кімге? Сәкенге. Сәкен құры барып келмей, сол жерде кемінде 10 күнге барайық деді. Қалай болады деді. Сол жерде 10 күн барайық, осындай штаб ашайық, сол жерде жатайық, сол жерде адамдарға тамақ таратайық деп. Онда біз қазан ошақ керек, анау керек деп, жан-жаққа звондау бастады. Қазан ошақ, көп. Сол кезде Нұрсұлтан бауырымыз хабарласты. Мәке, статусыңызды қарадым, мен де барам деді. Мына жерде Бекболат, мен де барам, машинамен барам деді. Ана жерде Серік бауырым харекет қорды, мен де барам деді. Бұл кісі де негізінде звондаған, Мәке, барамыз ба немеге деп. Бұл кісі келді. Онан кейін солай жамағатпен жиналып, бисмиллах деп, онан кейін мына жерде айтып кетірік, шүкір деген фонд бар бізде. Неге десеңіз, бірінші, екінші сбор болған кезде адамдар ақша жинай беру неме ғой, қиналады ғой. Атырауға неме кетіп қалған, бірінші көмектер. Үшінші сбор, үшінші шығу жиналу қиындау болды. Сол үшін шүкір қор деген, бізде шүкір фонд деген балдар бар, өзбек жігіттер. Солар келді, сіздерге не керек деді. Бізде сол жерде 10 күн жасауға, сол жерде палата құруға, база құруға бізге осындай заттар список жасап бердік.
Аллаға шүкір, олар сол заттарымызды дайындап берді. Жан жақтан бауырлар көмектесті. Жамағатқа группа аштық. Бауырлар, біз бара жатырмыз. Артымыздан баратын болсаңдар, осындай штаб құрамыз. Келе беріңіздер. Біз бисмиллах деп басамыз дедік. Группа ашып алдыңдар ғой сендер? Батыста көмек деген группа аштық. Сонымен тәуекел қылып шықтық. Ана палаткалерді бәрін қайдан алдың да? Палаткада Бекболат деген бауырымыз досы бар немеде, Алматыда. Сол кісі Бекболат бауырымызға жіберді. Біз мына жерде күтіп алдық палаткаларды. Одан кейін мына палатка Шүкір фонд деген, екінші палатканы. Шүкір фонд деген солар көмектесті. Мынау немелерді, мынау отырақтарды, заттарды. Мыналардың бәрін. Мынарада азық-түлікті бәрін алуды қалай ұйымдастырдыңдар оны? Базардан барып. Азық-түлікті базарға барып. Аллаға шүкір, біздің базарды енді көбісі неме ғой, Құдайдан қорқатын иманды кісілер ғой. Бәріміз осы жерде жігіттермен бәріміз бардық немеге, базарға. Газель жалдап алып. Газель жалдап. Құрметті жамағат, құрметті Шымкент халқы, үлкен Сәкеннің микрофон алып алғанбыз, граммофондарын. Осындай елімізге осындай неме қылды, қиындық жағдай келді. Кім немен көмектесе алады, соны осы газельге тастаңыздар, аманаттарыңызды жеткіземіз дедік. Бүкіл халық сол жерге қай базарға бардық? Жібек жолы базарға бардық, Барыс базарға бардық. Барыс базарға, Жібек базарға, Шымкенттегі. Сол жердеген бауырларымыз бар, намаз оқитын, иманды бауырларымыз. Олар тастады. Кім бүкіл заттармен жинадық қой жалпы. Бір фура және. Мынандай, салафан, қап, күрек екен қиқтан білдіңдер, әлде хабарлау келді ма? Хабарлар келеді ғой. Анықтадыңдар ма? Хабарластық. Бұл жерде де белсенді жігіттермен немедеміз, хабардамыз. Олар айтады, не керек, қандай керек, біз оларға звондадық, біз сол жерге барып, кем біле 10 күн жатамыз, Құдай қаласа. Сендерге тамақ таратамыз. Сол жерде біздің Шымкенттің палуан басамыз деп, күнде палуан. Не бар ма? Қазір осы жерде кімдер ол? Сол келген, осы штабта 10 күн жатам деп тәуекелеп шыққанды кімдер? Неше адам? Кімдер? Бірінші осы жерге тәуекел шыққан 11 адам. 11 адам Харекет қорының басшысы, Шымкент бойынша өкіл басшысы, Харекет қорының Серік бауырымыз. Серік бауырымыз неме алып келді, вагончиктер. Осы жақта біз 3 жерден көрдік қой. 2 вагончик, 3 вагончик, Өз кісілерді ғой. Одан кейін Нұрсұлтан бауырымыз, ол Қарабастау немесінің жамағаты, сол жердің төрағасы. Шымкентте район бар, Шырым қайырымдылық немесі бар, ұжым бар, қоғамдық бірлестік. Сол кісілермен шықтық. Одан кейін Жария деген қоғамдық бірлестік бар. Қоғамдық бірлестіктің бәрі өзі бауырлар ғой, енді кішірім неме ашып алған, нейді? Кішірім қорлар десе болады. Қорлар. Жалпы бәріміз бауырларымыз ғой. Бекболат бауырымыз Жариядан, мен Жариядан, және де бір-екі бауырлар шықты. Одан кейін және кімдер шықты? Сәкен шықты бізбен. Сәкен, Ахмет шықты бауырымыз. Одан кейін ұстаздың баласы шықты. Арслан деген имам ұстазымыз бар. Ол кісі айтты, мен балдар көп ол кісінің. Егерде көп қанша бала керек, мен жіберем деді балдардың бәрін. Сөйтті да, сол кезде біз хабар алып отырдық қой бұл жерден енді. Сол кезде айтты, волонтерлар қатты керек емес болып жатыр. Осындай дегеннен кейін аз айттық. Айтпесем автобус жалдап жатқанбыз ғой, 50 адам. 2 автобус ба жалдаймыз, бір 100 адам шығамыз деп жатқан алдында Шымкентте. Сонымен мына жақта біреулер айтты бізге, дезинформацияма келіп қалды да осындай. Қазір волонтерлар қажет жоқ, жаңағындай деп. Содан кейін біз адам жеткілікті. Өйткені 5000 солдат келді. Жаңағындай солдаттар бәрін істеп жатыр деді. Содан кейін көп балдар қап кетті, айтпасам барамыз деп жатқан жігіттер көп еді негізі. Дайын отырдыған тұғын аха. Тамақты кім істейтін болды? Кім алатын ойына? Аспазшы кім болады? Бізді енді бұл жерге келіп бөлісіп алдық немелерді. Нейді? Жұмыстарды ма? Жұмыстар. Ішкі жұмыс және сыртқы жұмыс. Сыртқы жұмыс сыртта жүріп не болып жатыр деген сияқты бар ғой. Ішкі жұмыста Сәкен бауырымыз неме қылды, координация жасады. Сәкен журналистердің ғой, журналист бауырымыз, азамат, өз елім, жерім деген кісі. Қоймайды, ондай заттар, осындай қиыншылық жағдай болған кезде үйде отырылмайды. Бәрден машинасына отырады, немесе самолетпен кете салады. Артымыздан біз еріп барамыз. Сәкен жаңа не болып жатыр деген сияқты. Сондай жағдай болды жалпы. Әдемі екен. Енді 10 күн осында болып, қазір шаймен деп сұрап келеді, таратып жіберіп жатсыңдар. Қазір енді қандай жұмыстар жүріп жатыр, сол туралы ақпарат беріп жүрсің бе? Одан кейін келдіңдер. Сосын мына жерді қалай анықтадыңдар, кім күтіп алды? Ол жерден Талғат Чудабаев деген белсенді бар. Ол жерде қоғамдық бірлестіктің ол да төрағасы. Сол кісі бізді күтіп алды. Одан кейін басқа да ол жерде волонтерлар бар.
Біз келе салып негізінде осы жердегі бүкіл волонтерларды, акиматтың волонтері бар, өзі ана независимый волонтер болады ғой, сол волонтер бар, бүкіл волонтерлардың басын қосқан келе салып. Осы жерде осындар ма? Бір-бірімен таныстырып олар. Оралда да. Олармен таныстық. Бүкіл бәрін информация жинап, сол кезде бір картина болады ғой. Тек бір адам немесін тыңдамай, сол кезде олар екіге бөлінген екен ойлары. Біреулер айтады, дачаның бәрі кетеді, бәрі суға басады, дачаны құтқару қажет емес дейді. Басқа волонтерлар, көшедегі волонтерлар айтады, жоқ, біз құтқаруымыз керек, әрекет жасауымыз керек. Біз әрекет жасаймыз, Құдайдан, Алла Тағаладан берекет деген сияқты. И солай бір алды болса да аман алып қалайық деп сөйтті да олар. Тыңдадық. Тыңдаған кейін сол қаладағы жоспар бойынша жұмыс жасайтын болдық. Осы жерге көшеге келдік. Осы жерге, иә? Қалай кім анықтады, қалай таптыңдар? Бұл жерде біраз қызық болды ғой, біраз іздедік қой біз. Басқа ауылдарға апарып тастады бізді. Мына жер небезопасный деп та. Мына жерде? Иә, бұл жерде де су алып кетуі мүмкін. Ана жерге де келген ғой, жаңа көрген шығарсыңдар жолда. Содан мына жер опасно бұл жерге деп, мына жерге фурамызды алып келіп тоқтаған, прокуратурадан жан-жақтан адамдар келіп, бұл жерге болмайды, түсіруге де болмайды, не қылуға да болмайды деп біраз олармен сөйлесіп. Негізі жаңа сұрақтар отыр ғой алдында, кім түрткі отыр? Осы жан-жақта жалпы Қазақстан бойынша жамағат бауырларымыз бар. Өзі ана мешіттің, мына мешіттің, Оралдың, Атыраудың деген сияқты. Солармен хабарласып отырдық қой. Негізі действительно солар ғой басынан бастап ұйымдастырып, қалай не қыламыз деп, действительно халықтың жанашырлары да. Содан кейін олармен байланысып отырдық, не қажет, қандай нәрсе бар деп. Сонымен Шымкентте біз жаңа сбор ұйымдастырдық. Сөйтіп жинадық ақша. Осы поездкеге ғой? 12 миллион 600 мың теңге жинадық. Соны бірінші очередь соны жаңа алып келек, одан біріміз Марат бәріміз ақылдасып, осы жерге келіп, барып обстановканы көрейік. Қай жерге көбірек действительно мұқтаж, ана ақшаны апарып бергенде де кішкене контроль жасайық. Потому что әркім айтты ғой, біреулер ана жақ дұрыс емес жаққа кетіп жатыр, мына жақта жақсы, мына жақта ысырап болып жатыр, мына жақта жетпей жатыр деді да. Сонымен өз көзімізбен барайық, өз көзімізбен сол жерде жаңағындай демалыс үшін келген жоқпыз ғой енді. Сол далада болса, далада жатайық, көрейік деп, осындай ниет болды осында. Анау палатканың ішінде жатамыз дегенбіз басында. Дальше больше көреміз деп. Альхамдулилля, мына жерде келдік. Өз Аллах Тағала береке беріп қойды. Қанша жерден осы жерге келіп тоқтадық осы жерде. Бұл жерден келіп тұрып, қайтадан басқа жаққа барып, қайтадан келіп осы жерге келіп тоқтадық қой. Жаңа басқа жаққа қай жерге барып жүрсің? Білмейміз біз енді, қаланы білмейміз ғой. Бір осы Речникке барды ма? Жоқ, вообще опасно ғой. Речникке бар. жоқ, Биіктеу деп айтты ғой біздер. Биіктеу екен деп. Жомарт деген бауырымыз бар, осы жаңа Альфардтардың несі екен. Иә. Альфардтарды сол жерге алып жүрді. Қызмет, енді көп қызмет солар істеп жатыр екен. Жаңа Марат айтпақшы, бүкіл волонтерлардың өздерін бір-бірімен таныстырып жібердік. Олар да жаңа бір волонтерлар айтып жатыр, 1000 адам келген еді бізге дейді. Сонымен бір блогерлер айтып берген екен, болды, волонтерлар керек жоқ, бәрі нормаль деген екен. Содан 100-ақ бала қалды дейді да. Сөйтіп біздің істеген жерлеріміздің барлығы жаңағыда суға кетіп қалды, обидно болды деп жылап қалды ол кісі. Иә, болды. Иә, ол кісі жылап қалды. Су келмейді деп айтқаны ғой жаңағы, иә. Потому что енді акимат неғып отыр ғой, примерно мына жер кетіп қалады, есебі басқаша ғой енді олардың, өздерінің неге қарай. Мына жақта енді тәуекелшілікке әйтеуір бір ауыл болса да аман алып қалайық деп жаңағы волонтер балдар әйтеуір сөйтіп ниет қылды да, қолдан келген бірақ енді осы жерде ше негізі айтады ғой акимат деп, Виктория бар, Речникке бар, бәріне көмектесіп жатыр негізінде. Бүкіл жерде жүр, иә. Кеше меловой группе деп отыр ғой, бәріне жіберіп жатыр. Техника жатыр, 500-600 техника жатыр. Шымкенттің кісілері бар ол жақта, барып көрген жоқсыңдар ма? Жақты жақта. Бар, аралап көрдік. Шымкенттің жігіттері жатыр. Жан жақтан Қызылорда бар. Жоқ, біргеміз ғой бәріміз. Бәрін келеді. Олар келіп осы жерге обед жасайды. Обедтерін жасап береміз. Бізге келген адамдарды сол жерге жібереміз, қосып жібереміз. Олар адамдар азаймау үшін. Иә. Жаңа техника айдауға не істеуге дейсің ғой, көмекке. Өз машиналарымен келген жігіттер бар. Осында. Осы жерде қызмет етіп жатыр. Жаңа Шардарадан келген жігіттер танисыңдар ғой? Жигулимен келген ғой Шардара. Жигулиден. Шардара деген километр ғой мына жерден. Иә. Шымкенттен ары қарай 250 километр. Машалла, енді олар одан кейін опыты бар, постоянно Шардараның суы дес өте анандай. Олар жақсы айдайды екен. Иә. Сразу осы жердің жаңағы МЧС-тері бәрі оларға рұқсат беріп, қайықтар. Біз айтсам қайығымызды да алып келгенбіз ғой, сөйтсек оған рұқсат жоқ екен. Надувнолар, иә, олар жыртылып кетуі мүмкін. Ол қауіпті. Ол қауіпті екен, иә. Бізде сатып аламыз деген. Сөйтсек Шардараның жігіттері айтты, қайықтарың жарамайды дейді. Өйткені арада шегесі бар, ағаштар бар. Иә, ағыс қатты одан кейін, иә. Тартып кетеді. Ана жаңа Шардараның несімен үлкен қайық жақсы кетті. Ол енді бізге бір жағынан бір сабақ болды да. Ол елдің басына ертең
кім біледі енді басқа да бір күн туып жатса қалай организовать ету керек, қалай жаңағыдай басымыз қосып бір адам екі адам үлгере алмайды деген действительно бар ғой. Біз Марат екеуміз жаңағы ар жақта закуп анау мынау координировать етіп жүрміз, мына жерде серіктер жаңағы сакендер очередьпен жаңағы неғып жатыр да. Қанша адам керек екен осы жұмыстарды мысалы үшін ұйымдастыруға? 10 адам аздау болып тұр ғой негізінде. Негізі 10 адам аз болады. Көлік керек. Бізге 10 адамнан бөлек 10 жаңағыдай 10 альфардты алдық. Солармен келістік жігіттер, олар да Алла разы болсын жүгіріп жүр ғой, жаңағы Жомарт деген жігіттер ұйымдастырып бәрі жүгіріп жүр. Бірақ біреудің семьясы бар, біреудің колодкасы кетіп қалады, біреу май ауыстыратын жағдай болмайды бензинде. Содан кейін жігіттермен ақылдасып жаңағы Нұрсұлтан ініміз осы әрқайсысына бензин ақшасын берейік. Сонымен оны ойластық, жаңағы талон аламыз ба неде. Бір жігіттер жаңағы тоже Шымкенттің жігіттері екен, бір заправкасы бар. Оларды өз бағасына беремін деп, жаңағы 175 теңгеден беремін деді. Сонымен ақылдасақ, ол альфардтардың көбісі газбен жүреді ғой. Давай одан қайта ақшалай берейік. Ары қарай өздері қарайды деп, каждый балаға жаңағыдай каждый машинаға 15 мың теңгеден, 10 балаға 150 мың теңгеден күніге беріп жатырмыз. Иә, күніге беріп жатырмыз. Қашан бітеді, соған дейін беріп отырамыз. Еш уайымдамай, жаңағы ол жігіттерді ұялып алғысы келмей жаңағыдай. Біз елімізсің ғой. Қанша күн сендер келем Шымкент осы келем дегенше қанша күн шапқылап жүрді олар. Иә. Одан кейін ет жоқ деді. Волонтерларға, кімдерге тамақ жасап жатырмыз деді. Бірақ ет жоқ деді. Ет қымбат қой. Онта соятын болдық. Онта Нұрсұлтан бауырымыз неме қылды, ниет қылды. Екі бұқан сойып, үлкен бұқалар. Әліге дейін сол ет қосылған жоқ. Берекелі болсын, Аллаға шүкір бар ғой. Басқа жерде ол сойсаң бару бітеді ма деп ойлаймын. Әліге дейін берекелі болып, әліге дейін анау енді ет аямай саламыз одан. Волонтерлар осы волонтерлар еңбекте жүр ғой осы жерде, жесінші деп. Соның өзінде етті саламыз бітпейді еді, Аллаға шүкір. Енді осы ұйымдастырдық қой, енді осы мынандай нәрселер істеу керек екен, мына жерде кемшілік бар екен, осыны толтыру керек дейтіндер қандай нелер бар? Осы кезде бүйтуіміз керек дейтіндер бар ма? Шыққан кезде Шымкенттен көлік керек екен. Бұндай затқа шығатын болсаң, енді кішірім өзің көлігің болса, альфард сияқты бар ғой. Бір 3-4 альфардпен келу керек екен, өзің затың осы жерде толық қанша жүресің? 10 күн жүресің ба, 20 күн жүресің ба? Жеңіл машина емес, кішірім альфард болса. Альфардпен зат тасуға да ыңғайлы, адам тасуға да ыңғайлы. Иә. Мобильностьқа. Иә, одан кейін андай палатка бар ғой, военный палатка. Бұндай военный палатка бар. 5-6 керек екен. Адам жатуға ма? Адам жатуға, адамдар күту, адамдар негізі бір адамдар келеді. Түнгі 1-де, 2-де, 3-де водительдер келеді. Тамақ бар ма деп. Оларға ыстық шайын береміз гүппен. Тоқтамайды. Ыстық тамағын береміз. Тамақ мына жерде тоқтамайды. Азанда техника айдап жатқандары бар ішінде. Бәрі 24 сағат жұмыс жасап отыр ғой. Қалаға бармайды. Кафе өткенде Яндекс қосқан, Яндекстің бәрі такси Яндекс бар ғой. Жұмыс жасамайды, барып келейін десең. Тамақ жоқ, қарны ашатын болсаң көшеде қалдың да былай айтқанда. Акиматтар енді оларда адам ғой, оларда 9-дан 6-ға дейін деген сияқты бар ғой. Бәрі өшере келеді күнде. Тамақтануға. Өзіміз келді сонда. 1:30-да келгенде жұмыс қызып жатыр ғой осы жерде. Күндіз сияқты ғой, сағат 6 сияқты ғой. Таң намазын оқып бірақ жатып жүрдік қой. Таңға таман. Сосын тағы не бар? Біріншісі жаңа не екен? Көлікпен қамтамасыз ету, сосын палатка. Сосын тағы қандай мүмкіндіктер жіберіп алдық деп ойлайсың ба? Бүйту керек еді дейінші. Қазан ошақты енді өлтіріпсіңдер дейінші. Қазан ошағы жетпей жатыр. Өткен жыл айтты, бір қазан аз болады. Қазан аз болады. Негізі еш нәрсе түгел болмайды ғой еш уақытта ше. Көп зат көшеден сатып алдық қой. Ақша болса, керек заттың бәрін қазір керегіндей сатып алып жатыр ол жерден. Орын толтырып реттеп. Орын толтыруға болады, барлық жерде бар. Күніге закуп жасап жатыр қой, күніге. Шығып кете беру керек. Тәуекел қылып шығып, бірден мына жерде палатка қоясың, ешкімге тәуелді болмайсың ғой. Егер расында мына жерде қиын жағдай болса, қалаға хабарласып келе беріңдер, осы жерден қабылдап аламыз деп адамдар келеді. Палаткаға жата береді басында. Кейін анау мешок бар ғой андай. Спальный мешок. Ондай спальный мешок обязательно керек екен. Неге біздің балдар біраз 3 бала ауырып қалды. Салқын тиіп. Салқын ғой, алдыңғы 2-3 күн қатты салқын болды, түн салқын болып тұр жақта. Олар ауырып қалада лечение жасап отыр. Бұл жерде ең главный осы сонда организаторский несі қабілеті мықты, Марат сияқты, Серік сияқты, жаңағы Сакен сияқты жігіттер болса, бастап кетсе, ары қарай уже қалған жігіттер, келе алмаған жігіттер, қазір бізге де сөйтіп отқан жігіттер бар. Жігіттер біз барамадық қой, хотя бы ақшалай көмектесейікші деп отқан жігіттер бар.
Вот солай қалған жігіттер келе алмадым деп жаңағыдай не қылмай, хотя бы қаржылай сөйтіп көмектесіп отырса, мына жердегі жігіттер дальше ұйымдастыра береді да. бұл жерде бола алмадым дейді, қаржылай Иә. ол да садақасы, ол да Кеше Талғат ұстазымыз айтып отыр ғой, бір жігіт не қылып жатыр дейді. Ұстаз, мен жұмыстан шыға алмай жатыр едім, сол жерде бір жігіттер бар ма, күніне 5000 теңгесін беріп отырсам бола ма деп сөйтіп жатыр. Адам тауып беріңізші маған деп сөйтіп жатыр. Иә, жұмыстан шыға алмай жатыр екен. Мынау мысалы үшін Нұрсұлтанның да өзінің кәсібі бар. Әжептәуір үлкен бизнесмен, біраз производствомен жұмысын бәрін тастап отыр да. Алла разы үшін елім деп келіп отыр осы жерге. Естідім я. Осылай жүру керек екен деп келіп отырған. Өз көзімен көргісі келді да. Оның артынан қанша ел бар аршетте. Одан кейін қанша жігіттер қазір әліге дейін келіп жатыр. Күнде бір 5 адам, 10 адам, 3 адам, 4 адам бар ғой. Жеке-жеке өзіміз қаламыздың осы жаққа балдар бар екен ғой деп бар ғой. Кеше Ильястар келіп жатыр. Ильяс жігіті келіп жатыр. Кеше Ильястар келді. Қанша? Ильяс, сендер неше болып келдіңдер кеше? 5 бала болып келді. Одан кейін бүгін 12 бала келді. Ақтөбеден, Шымкенттен, Ақтөбеден 18 балама келді Ақтөбеден, негізі олар Шымкент балалары басқарып келді. Сол жерде Шымкент белсенділер жолдан қосылып келіп еді балалар. Ұйымдастырып та. Болатын жер болса, адам келеді ғой. Келеді. Олар білді ғой, біз Шымкенттің штабы бар, біз барамыз, біз қабылдап алады, өздері распределение жасайды. Жататын жері бар, тамағы бар, көлігі бар, еш уайымсыз келеді. Алдыңғы жаңа волонтер балдардың біраз келіп, жататын жер таппай қайтып кеткендер де болды негізі. Қайда жатамыз, не істейміз деп. Біз соны да білдік қой, соны да ақылдасып, бұл жердегі жігіттермен де сөйлессек, біз енді бізге көмекке келсе, біз енді бізге де қиын дейді да, олардың бәрін жайғастырып, оларды не алып жүру дейді да. Оңай емес, олардың өздері напряженный жүр. Сонымен біз Марат бәріміз ақылдаса келе, ол жердегілерге ауырлық салмайық. Өзіміз волонтеріміздерді апарайық. Осы Шымкенттен келген волонтерлардың бәрін күтіп алайық, жаңағыдай соларға жағдай жасайық. Және кемшілік қазір есіме түсіп тұр. Ол да не қосуға болады деп айтып жатсыз ғой. Ең үлкен кемшілік менің ойым бойынша волонтерлардың жұмыстары бағаланбайды. Мынау жастар, енді бізге жарайды, біз енді өзіміз кішігірім кәсібіміз басқамыз бар, бізге ештеңе керек емес қой. Бірақ мынау қасымызда жүрген інілеріміз бар. Олар үйлерін тастап келе жатыр. Оларға кішігірім условие керек. Олар қазір біраз балдарымыз анау қапқа кетті. Қап тасып жүр немеде. Олар шаршайды, түнде кірленіп, терлейді. Оларға кешке душ керек. Душпен неме қылу керек не дейді? Шайын керек, жуыну керек, бір кішігірім демалу керек. Сосын негізі осы жерде кішігірім пікірталас болды да, бұндай жерге жүріп көрмегендер, коттедж не керек бар дейді. Волонтерлар сендер ол жерге коттеджге барыңдар ма деген сияқты бар ғой. Оларға айтамын, сен келші мына жерге. Демалу үшін келдің бе? Сен келші мына жерге. 2 күн екен майыс баласын деген сияқты бар ғой. Сол себепті мынау волонтерлардың жұмысы өте бағалану керек. Азаннан кешкен осы жерде жүреді ма, үйін тастап, балағашын тастап, қанша адамдар 2 күнге болса да бала шағасын тастай алмайды, сағынады, дұрыс па? Сонда өзін тастап, осы жерде елім, жерім деп келген адамдар бар ғой, кішігірім условиясын жасап беру керек. Ең болғанда кешке осындай түнде қайтады олар. 9-да, 10-да бар ғой, біреулер түнімен жұмыс істеп шығады, ана жерге қайтып кете алмайсың, ана жерде бригадир давай деп тұрады. Келген кезде ең болғанда жылы жерге барып, жуынып, шайынып, дәретін алып, ұсылын алып деген сияқты бар ғой. Бір демалып алу керек. Ертең қайтадан жаңа күшпен шығатындай. Оны көрмегендер сөйтіп айтады, өткен жолы мына жақта біз әскерилерді де солай. Оларға біз баня ұйымдастырайық деген ғой, сөйтсе үлкендер айтыпты. Сендер ол жаққа баня түсіп демалуға. Дәл солай. Онда әңгіме бізге де болды. Біз осы жерде коттедж жалдадық. Келген волонтерлар күнде осы жерде болады, полияда болады. Тамақ дайындайды, тамақ таратады. Одан кейін немелерде дамба құрады. Жан-жаққа жібереміз балдарды деп. Кешке немеге жатады десек, сендер керемет сендерге коттедж деген сияқты сондай енді әңгімелер болды. Енді біз оны жүрекке жақындатқан жоқпыз. Жалпы ол да бір негізінде кемшілік деп ойлаймын. Ескеретін нәрсе, ескеретін зат. Қазір шештіңдер ондай проблема, не? Иә, бәрі ақымыз. Біз қайтадан бауырларымыздар солар күтіп алып, өздері коттедж снимать етіп, жағдайдың бәрін жасап, былай жаңадан келем деп жатқандар болса, солай істеу керек екен да. Автономды ешкімге күніңді түсірмейтін. Бәрін өзің алып. Отынмен бірге келдік қой бұл жерге. Отында сұрамайықшы, қиналып жатыр ғой олар деп. Отын тап кетілдер. Отынды алып келдік. Отынға дейін алып келдік қой. Отынды іздеп қаламыз. Су, көп ағаш. Оның өзінде көп нәрсе керек екен, акасы. Күніге базарға барып жатыр, күніге. Соның өзінде де. Күнде базарға барамыз, бірдеңке керек. Күнде. Жетпей жатады. Қалған жетпесінен де Аллаға шүкір, арттарында жаңа жамағаттарың бар, бауырларың бар, ағайындарымыз бар. Сол толықтырып жатыр. Біз де сөйтіп жатыр. Давай қызмет етіңдер. Біз сендерге жаңа қаражат жинап берейік, соны іске асырыңдар. Қай жерінде
жыртық сол жерді жамап сол жерге барып көмектесіп жүріңдер деп. Енді қазір бізде енді мынандайлар көп қой, осы жерде айттым ба қай жерде айтқанын білмеймін, біз жаңа диванда отырып алып сын айтатындар көп қой. Жігіттер ризамыз сендерге. Сын айтпай бір диван батырлар іске кірісіп кетіп жатқанда біздің елімізге ше негізі сол керек. Бізде таксиге отырсақ та я тағы бір жерге отырыспақ отырып қалсақ та я тағы бір жерде басымыз әйтеуір біреулерін жинап қалса саясатты айтып акиматтың биліктің жұмыс істемейтінін айтып я сөйтіп жатамыз. Бірақ іс жүзінде сол акиматта билікте жүргендер біздің балдар басқа жақтан келіп иә шетелдің адамдар емес қой балдар ше. өзімізден шыққандар ғой Сондықтан иә ол да халықтың бір бөлігі. Халық қой енді. Сондықтан біз сол біздің ұстанымымыз менің ұстанымым да өзі солай. Біз енді ойлаймыз енді блогерлер көп қой қазір. Блогерлер болып жаңағыдай көп жерде жаңағы видео түсіреді, халықтың бәрі көреді да. Бұл акимат мысалы жұмыс істеп жатыр деп айтуға болмайды. Біз көзімізбен көріп жатырмыз, не деген жұмыстар жүріп жатыр. акимат Біз кішкентай ғана нәрсе істеп жатырмыз ғой, кішкентай ғана нәрсе. Олардікі көзге көрініп жатқан жоқ, бірақ олар да түні бойы ұйықтамай жаңағыдай жұмыс істеп жатыр. акимат жұмыс жасамай жатыр деген өтірік сөзін ашығы. Біз біз енді бүйтіп акиматты мақтаймыз, акимат жақсы көреміз деп айта алмаймыз, бірақ енді шындық керек қой. Акимат жұмыс жасамай жатыр деген өтірік болады да. Ақиқаты ғой. Ақиқаты иә. Өйтіп айтуға айтпаса болмайды иә. Полиция қызметкерлері де келіп Полиция қызметкерлері, әскерилер жүр. Қаншадан Полиция келеді жігіттер, мына жерде хулигандар жоқ па, басқа жоқ па, телефондар тасып кетеді. Егер де бір проблема болса, не болса, балдарыңыз ауырып қалса, біреулер тиіссе, алқаштар енді әртүрлі жағдай болып қалуы мүмкін ғой. Сондай болып қалса, хабарласыңыздар, күнде келіп бізде жағдайын сұрап кетеді. Жақсы ма бәрі, не қызмет деп. Аллаға шүкір, Алла разы болсын ол кісілерге де. Қай салада жүрсе де, үкіметте жүрсе де, билікте жүрсе де, құқық қорғау органында жүрсе де, қай жағында жүрсе де, сотта жүрсін. Біздің халықтың балдары ғой сол жерде. Иә. Біреуіміздің ініміз, біреуіміз ағамыз, бауырларымыз ғой бәрі. Бізге негізі иманның шырақ. Осы қазір сендер жүргенде осы жерде сендер иманның шырағын жағып жүрсіңдер. Бағдар беріп отырсыңдар, темір қазық қой. Сол имандылықпен көп нәрсе бітіп жатыр ғой, керемет. Аллаға шүкір. Сол жарықты ұстап жүрсек, әрмен қарай жаймен соны қараңғыда жүрген халық жинала беретін сияқты сол жарыққа ше, сосын әрмен қарай жарып өтеміз даңғыл жолға. Одан кейін мына жерде қоса кете салайын бар ғой, осыны білмеймін, кесесіз ба, кеспейсіз ба. Ол да шындық, ол да рас, оны айту керек. Мына жерде көбісі мынау волонтер болып шығып жатыр, ерікті болып шығып жатыр, көмекке шығып жатыр. Сөздің ашығы, енді қазір арабқұл деген сөз көбейіп кетті ғой. Арабқұл дейді ғой. Бірақ негізінде 99% деп айтсам қателеспейтін шығармын. Жарайды, 90% болшы. Осы иманды, 5 уақыт намазы бар, осы кішігірім аз болса да сахалы бар. Осы кісілер ғой. Жамағат қой. Мешіттен, имамдар, ұстаздар, 5 уақыт намазы бар, намазхандар бар ғой. Осы кісілер. Основном ұйымдастырып жатқандар сол жігіттер ғой иә. Шардараның өзін сол жақта Марат деген имам бар. Соның батесімен келіп жатыр. Соның жамағаты. Біз де солай бір мешіттің жамағатымыз. Мына ортамызда имам да отыр. Мінекей бауырымыз да отыр. Керемет те. Семейден келіп отыр бауырымыз. Машалла. Иманды жігіттер бар екен. Осындай қиын жағдайда Аллаға шүкір, біз былай айтқанда Аллахтың қорғауында екенбіз. Солай деп сенуге болады толығымен. Сосын бұндай осындай көмекті, осындай жақсылықтың басынан Камай кетіп барады, сигналымдар. Туымызды көріңіздер, туда көріп жатыр ғой. Бірде бір штатта бұндай жоқ. Бізде бар. Алдында да жаңағыдай нелер болды ғой енді. Жаңа Жетісайда су алып кетті. Арыстың жарылысы болды. Енді барлық жерде жүрміз ғой, алхамдулилlah. Байқағанымыз бәр жерде в основном намазхан жігіттер бастайды. Не жігіттер, давайте группа создавать етейік, бүйтейік, сөйтейік, ана жерде жәрдем баста, мына жерге жәрдем берейік деп. Соның күшімен жаңағыдай оянады да халық ше. Бастамасын бастап беріп жатқанда мойындау керек негізі. Соның арқасында халық жаңағы. Сол үшін елімізге негізі көп иманды жігіттер көбірек болса, сол негізі қолдау керек сондай жігіттерді. Медреселер көбірек салыну керек. Мешіттерді қолдау керек. Имамдардың айлығын көбейту керек. Егер де бізде осындай иманды жігіттер, жастар көбейіп жатса, бұндай егер ештеңкеден, ешқандай оттан, судан біз қорқпаймыз негізінде. Иә. Жақсылықтың әскері. Жақсылықтың әскері. Әскеріміз ғой. Алла жассын. Баршаңызға осындай жақсылықтың басында жүруге жассын. Енді біреулерге осы нәрсе нәсіп етілмей жатыр. Келе алмай жатыр, жете алмай жатыр, көзі ашылып, жетпей жатыр ғой. Тіпті олар қош істеп жүр деп айтыр. Жаңа өзіңе де айтып жатқан жоқ па, сол сияқты нәрселер көп қой. Зато мына жерге бізде өзіміз ана жақта жүргенде келейік, көрейік, мұның бәрі бізге сынақ, одан біз ғибрат алайық. Өздерің сияқты адамдармен танысып, былайша айтқанда өрісіміз кеңейіп жатыр ғой. Атың барда желіп жүріп, жел таны дейді ғой, асың барда
беріп жүріп ел тағын деген дәл сол нәрсе болып жатыр. негізі бізге өзімізге де жаңа бір түрткі болған нәрсенің бірі жаңа иманды ағаларымыз бар ғой, сол кісілердің сөзі өтіп кетті өз басыма. Ол кісі айтады, жігіттер дейді, бұл батысқа келіп жатқан сынақ негізінде на самом деле бізге келіп жатыр дейді да. Бұл жақта бауырларың, қандастарың, қазақ елің қиналып жатқан кезде сен не істеп отырады екенсің осындай кезде? Ол сынақ бізге деп отыр да. Сол нәрсе өтіп кетті. Дұрыс айтасың. Содан кейін уже нақты шешім қабылдадық қой, болды, бәрін тастайық, тірлік бірлік ол бітпейді. Бисмиллах деп жолға шығайық деп солайынан шешілді да. Бұл кісінің үйінде заводы бар. Бұл кісінің үйінде қордың басшысы, одан басқа өзінің кафесі бар, кафесі бар, жеке кафесі бар. Бұл кісінің өзінің бизнесі бар, бәрін өзінің кішігірім немесі бар. Бәрін тастап, бала шағасы бар. Бәрін тастап, Аллах разы болсын, шығып жатыр тәуекел етіп. Ақшамен көмектесу оңай ғой. Сөзбен де лайк дегеннен бүкілін тастап тәрк етіп келу қиын. Бұл кісінің жамағаты бар, имам, бір мешіттің имамы, ол да тастап келе жатыр. Жасы үлкен білесіз. Бізде де балалары, неберелерін тастап келе жатыр. Бізде сол шыққан кезде Бақытжан деген жігіт болды, халық мешіті болды, Қазалда халық мешіті салынған. Соның имамы да болды біздің қасымызда. Үшеуміз келдік қой біз осында. Бара көреміз не болса да деп ше. Алла разы болсын. Тарсылдап келдік, әрмен қарай көрдік қой, бәрін жұмыстарды көрдік, осы жақта келіп түсірдік, қараттық. Сол енді оң болсын баршамызға. Осы жақсы істердің басында жүрейік. Рахмет сіздерге де рахмет. Ауызбіршілігімізден айырмасын Аллах тағала айтты. Біз осы жаңағы ақша жинауды ұйымдастырған кезде жаңа Берік деген бауырымыз бар, ағамыз. Бізде Медина деген халяльный не бар, жаңа асхана бар. 24 сағат істейтін Шымкентте. Ақтауда филиал ашылды. Сол Берік деген ағамыз жігіттер мен 1 миллион тастайын деді. Одан кейін жаңа Сайман групп деген бауырларымыз несі бар жаңа компаниялары бар. Олар жаңағыдай жылда 2,5 миллион жаңағыдай наурыздың кезінде сөйтіп өткізіп не қылатын еді да. Соны бір жол кішкене қысқартайық деп 500 миллион өткізіп 2 миллион осы жаққа алды. Бір жаңағыдай бір ағаларымыз бар еді. Иман жолында жаңағыдай көп қызмет істеп жүрген. Ол ағаларымыз тоже 1 миллионнан бар. Қалғандары және шетінен берді. Жаңағы айтайын дегенім жаңағы Темірлан деген жер бар біздің, Темірлан. Сол Темірлан деген жер бар 40 шақырым Шымкенттен. Сол жердің, Темірланның жоқ, Шымкенттеміз ғой. Темірланнан келді бір ағаларымыз, сол жер мектептен келді. Мектеп ұжымы 1 миллион 130 мың теңге жинап алып кетті. Сол мұғалімдер жинап, біз енді барамадық осы қолымыздан келген көмектесек деп солар берді. Сол сияқты елімізде негізі жанашырлар көп қой былай. Өте көп негізінде. Өте көп негізінде. Біреудің жағдайы бар, біреудің жағдайы жоқ жаңағындай. Дұрыс еді. Көп нәрсені көрсетіп жатыр негізі. Жаңа айтқан, күшті айтқан екен негізі, сынақ бізге келіп жатыр деп. Сынақ бізге келіп жатыр. Бауырларыңа қиындық келіп жатқанда сен не істеп отырдың ғой? Ертең сұраламыз ғой сол үшін. Ертең. Сен не істеп отырдың? Мұсылман бауырының жаңағыдай несінде болатын болсаң, Аллах тағала ертең сенің жағдайыңды жақсылап не алады тар жақта. Мұсылмандар бір-біріне бауыр ғой, балдырсыздаса бүкіл денесіне маза кетеді демекші. Бәрі қазақ жалғыз, Қазақта айтады, ұлы жолда өтірік айтуға болмайды дейді ғой. Мына осы сапар ұлы жол есеп келеді, қазақша айтқанда ұлы жол дейді, алаң жолындағыны ұлы жол дейді. Алла ұлық қой. Үлкен жолда, сапарда өтірік айтуға болмайды. Егер де өтірік айтатын болсаң, Алла тағала сені сапарын оң қармайды деп айтып отырады, жолың болмайды деп. Енді бұл жол енді ұлы жол болғаннан кейін, және Алла тағаланың жиһатында көреді, Алла тағаланың назарында, Алла тағаланың қалауында. Онда ешкімге Алла тағала бере бермес басына. Алла тағала бір қиындықтың артына бір жеңілдік бар дейді. Бәрімізге бір жеңілдік берсін. Және де осы қиналған кезде көз аш жұмғанша асқарып жайып ұмытып кетеміз осыны. Ұмытпаймыз. Ұмытпаймыз бұл деген сабақ кәдімгідей. Жүректе қалып жатыр ғой. Қиыншылықты ұмытып кетеміз. Бағана ана жерде бұл жерде бауырмашылық қалып қояды да бұл жерде. ана енді былай ғой жаңа ақша салып жібере салу, бере салу дегенде жақсы ғой. Ол да жүректе имандылық береді, бірақ келіп көрген бөлек. Бағана мешіттің басында сендер жаңа беріп жатқан нелерің бар ғой, таратып жатқан заттарды алып баратқан адамдарды көрсең, көңіл босайды ананы кетіп баратын. Сұрап жатырмын ғой, қазір үй жоқ, киімді алып шыға алмадым, дымымыз жоқ, қазір неде тұрып жатырмыз дейді, пәтерде тұрып жатырмыз дейді. Продуктілерді алып сөйтіп кетіп бара жатыр да. Шын ана мұқтаж да ол. Мына дачалардан кетіп қалған адамдар ғой айтып жатқан. Және өзіміздің бауырлар екен. Не кетіп бара жатыр продукттарды алып жүріп. Көңілім босап кетті ана. Бағана мен тікелей эфирде отырмын, сол кезде айтып отыр, қайтсайшы Қызылордаға, не істейсің? Батыстың өзінің адамдары бар ғой, солар реттейді деп. Бірақ енді ол қалай батыста өзі бауырларымызға соны андай қиыннан көріп тұрғанда,
тастап кетеміз деп жатырмын сендерге. Керемет баға. Қанша жұмыртқа таратылып жатыр, одан кейін продукты келіп жатыр, мынаның бәрі таратылады. Ол деген кәдімгі оларға күш болады. Бұл жерде отырған бәрі кәсіп бересіздер, сіздер кәсіп бересіз, өздеріне қосып жатқан үлестеріңіз бар, басқалар садақада жинап жатқаны бар. Жаңағыдай бақаландай нәпсібәдіңізді бір әулие ғой, соның тұсында бір мынадай оқиға болған екен. Бәрі жиында осындай жиында, бас болса мәслихатында отырады. Әлгі балды оқиғасын білесіңдер ғой бәріне. Бір кесе бал сұрап келеді екен осындай бір. Мысалы Рауан жеп баян. Не деп Рауаннан сұрап келген, Рауан маған ал бересің, қасына сол жамағаттан отырды бір кесе. Рауан мәрттік танытады да, маған бір бочкасын мен бал беріп жіберді ғой. Сонда қасына үшінші біреуге айтады екен, саған бір кесе бал сұраған жоқ па? Сол бір кесе бал беріп қоясам болмайды ма? Бір бочка бал береді. Әттің өзі мәрттігін Алла тағала жұмақтығын көңіл жүрек кен ашып қояды дейді. Сонда мынада ол шамасына қарай сұрады, мен шамамна қарай бердім. Ол шамасы бір бочка балға жетіп тұр. Сонда мынада хадис бар, садақада қойыру, садақа табағу, бәле кәсир дейді. Азғандай садақа бәлені бәрі қайтарады, келіп жатқан өзі қайтарады деген. Негізі осы жерде ше, осындай жұмыста жүрді енді. Суға кетіп жатыр ғой, бірақ біз үлкен нәубет күттік қой негізінде. Сол кім біледі, осы Алла осы біздің мұсылман бауырларымыздың ниетіне қарай берді ма? Қаланы су шайған жоқ. Үлкен дұғасы ғой мұсылмандардың. соған келмей әйтеуір су жөнімен кетіп осы кезде Атырауға қарай кетіп жатыр. Ол жақта да сай-саяға кетіп жаңағы жаймендеп баратын сияқты ғой мына. Бүкіл ел дұға қылды ғой, қажылықта жүріп, ихтикафта жаңағыдай мұсылмандардың бәрі жылап тұрып дұға қылды мысалы үшін. Елімізді Аллах тағала сақтасын осы нәрседен деп. Қаншама мысалы үлкен кісілер дұға қылып жатыр, апаларымыз, аталарымыз дұға қылып жатыр да. Соны қайта несімен ба? Бірақ бұл нәрседе біз сабақ алу керекпіз да, неге бұны бізге Аллах тағала жіберіп жатыр? Мүмкін біздің бір кемшіліктеріміз бар шығар. Может біз зекет беруді ұмытып кеткен шығармыз. Садақаны вообще бермей қойған шығармыз мүмкін да. Сол нәрсеге де көбірек мән беру керек сияқты да. Ойланатын кез келді. Ойланатын, иә, имандылыққа бір-бірімізді шақырып, осындай жамандықтан қайтарып, жақсылыққа шақырып, сол нәрсені көбейтсек па деп. Ильяс Әмір, осы кісілер Әмір, oradan бір кіші интервью алып жіберейік. Иә. 5-6 адамды неме өзінің аманатын алып келді ғой. Қалай болды, ол да бір кішігірім айтып жіберсе. Ильяс келсе келсе бер. Ондан кейін Ильяс келгенше кімді қосып кетейікші? Нұрсұлтан бауырымызды. Өзіміз Шымкент тұрғын немесі жігіті Мұғжиза деген қорын білесіздер ғой. Естідік. Мұғжиза қоры деген Нұрсұлтан бауырымыз бар. Ол да өшер батысқа кіммен бірге Сәкеннен кейін шыққан. Бірақ өзі қорымен шығып кетті. Ол да үлкен қызмет жасап жатыр. Қазір қолында өшерде 40 бала бар. Күнде 40 бала. Шымкенттен 40 баламен кетті ма? Иә. 40 күнде 40. Арасында енді Ақтөбенің жігіттері қосылып жатыр, Ақтөбенің Алматының жігіттері қосылып жатыр, бірақ жалпы 40 баланы Шымкенттен 40 бала алып келіп, осы жерде жұмыс жасап жатыр. Күнде неме, мынандай лайларға батып, неме мешоктарға неменің қаптап, не көрсе ана жерде лай болып келді кешке. Немелерін береміз ғой, обедін, ужинін береміз. Сол Нұрсұлтан бауырымызға да осы Мұғжиза қорындағы Аллах разы болсын. Негізі өте белсенді, өте мықты жігіт негізінде. Оны айтпасаң өте ұят болады. Оны істеп жатқан негізінде Нұрсұлтан сияқты бауыр, онымен біз тығыз байланысамыз ғой. Осы жерде де не дейді, сапарда адамды танисың дейді ғой. Нұрсұлтан бауырды өте көп сапарлас болып қала береміз да. Осында іс-шара шықсақ, Нұрсұлтанда жүреді. Постоянно бар ғой. Қай жерде жақсы керек? Нұрсұлтан. Сол жерде. Нұрсұлтанды біз енді осындай жерлерде, сапарлас жерлерде таныған кейін оны жақсы білеміз ол кісіні ше. Аллаға шүкір, солай деп ойлаймын енді. Айтады, біреуді жақсы, жаман деп айту үшін онымен сапарлас болу керек дейді да. Сол осы сөзге сүйеніп енді Нұрсұлтан бауырымызды Мұғжиза қорындағы өте жақсы жігіт деп айта аламын. Осындай азаматтар көбейе берсін, көп болсын. Аллах разы болсын. Жаман адам ізгіліктің басына жібермейді деп Алла. Ол Нұрсұлтан жаңа Петропавловскіге де барып қайтты. Ана жаңа Атырауда Құлсарыға да барып қайтты. Өз көзімізбен көрейін деп. Түркияға да барып келді. Өткенде жер сілтесе Турцияда да болды. Өте тәуекелші, өте былай айтқанда патриот дейді ма? Өте иманды, бес уақытын қалдырмайды. Аллаға шүкір. Сол кезде біз оразамыз деп екі рет ойланып тұрып шаршап қалама деп ойланып тұрған кезде ол оразасымен бірге ішіп кетті ғой. Ойланғанда жоқ та. Сол жерде немемен кішірім су ішіп, кішірім ана нейді құрмасын жеп жүре берді. Сонда жігіттер негізінде сөзінің ашығы, ол жігіт, осы жерде бүкіл жігіттердің басын қоссаң, сол жігіттің бір тамшыдай болатын шығармыз деп.
сол үшін Нұрсұлтан бауырымыз сияқты жігіттер көбейе берсін. Ол айта кетейік, ол Нұрсұлтан деген жаңағы Алматының жанында Қошмамбет деген ауыл бар. Сол жерде 25 отбасыға үй салып жатқан жігіт қой. Соны бастап жатқан, сол жерде жаңағыдай өз күшімен кәсіпкерлер Шымкенттің жамағын шақырып асармен. Ол бір қызығы, ол үйді асармен бітірді. Шымкент жігіттері келіңдер дейді. Автобус 200 адам автобуспен келіп сөйтіп жүр. бітті. Бітіп қалды уже. Кішкене қалды енді. Ішкі мебельдер қалды. Иә, мебель ана кішігірім сондай не. А так үй бітті. 25 үй ортасында мешітімен бірге. Район ғой. Кішігірім бір кішкентай бір район ғой. Бар, Бауыржан Алиев ұстаздың атынан. Одан кейін Ильяс бауырымыз тоже аманат жасап, өзімен бірге 6 жігіт өзінің мойнына алып, әмір болып сайланып, осы жерде имамың бар, жамаатың бар, мойнына алып келіп, кішірім қалай алып келді, қалай соны айтып берсең историясын. Иә. Қоры бар тәуекел. Жолдас жіберген сразу автомат. Ал Ильяс айта бер, қалай басталды, қалай келдің? Біз келгенде бұл негізі бізде Умрада болғанбыз, ақырғы 10 күндікке ниет қылып, келеміз деп ақыр жағында медреседе бірге болдық, Мединеде шайда отырып, бізде де 100 бала отқан негізі резервте келеміз деп. Ақырда Петропавл деген екен, Петропавлдың зама әкіміне шыққан еді, адам керек жоқ деген екен, уже балдар чаттан таратты, қайта звондай берген екен де, адам керек жоқ волонтерлар деген. Аяқ астынан Оралдан хабар келді, ойбай шығу керек деген екен. Аллаға тәуекел қылып, иншалла 5 бала болып шығып кеттік. Жолда мына имамды алды, Қазалыдан жерлестеріңізді. Жол жөнекей ма? Иә. Сонымен Аллаға бел буып осы жерге келіп, мына мәкеңдер күтіп алды түнде. Соны жайғасып, дем алып. Қызмет, елге қызмет. Иә, елге қызмет қой, вообще жалпы айтқанда былайша. Инстаграмға жазғанда келеатырмыз деген, бір автобус деген ғой. Мәссаған деген. Дұрыс қой, енді бір автобус деген адамға дух беру керек қой негізі. Біз 5 адамбыз десек, ыңғайсыз болып қала ма дедім. Қазалыдан көп адам шыққысы келді, соған мінсін де кетіп та. Иә, соған мен. Нәсіп етпей тұрды бұл жаққа жетуге. Болатбек қана емес, мен құрдасым. Мен Қайта қайта өзіңнен көріп отырдым ғой. Кейін ойладым, мен бос келіп отқаннан кейін Қазалыдан, Қызылордадан, мысалы Аралдан мінетін шығар дедім ба. Сөйтіп өзіңе хабарласып, инстаграмыңа жазып отқаным сол ғой. Ақыр автобус келіп отқаннан кейін алып келейік деп. Мен өзімде де Шымкентте 55 балам бар, группам бар, Садақа деген группамыз бар. Шымкент қаласында 550 балаға Абдығаппар Смановтың атынан медресе соғып отырмыз. Шымкент қаланың өзінде. Иә, Пақтакөр 2 микрорайонынан. Пақтакөр жаңа неге кетіп бара Елді мекені. Кабиска жақ? Иә. Красноутқа. Сол кетіп бара жатқан 10-ға қарай бұрылып кетеді. Ұстаздың атынан сол 9000 квадрат медресе соғылып отыр. Иншалла осы Алла нәсіп қылса, осы биыл ашылады деген ниеттеміз. 55 балаға әмірмін, былайша айтқанда, Шымкентте. Оң болсын енді. Баршамыз осындай жақсылықтың басында жүрейік. Иә. Амин. Бәрімізге жаңа Алла қайырлы дәулет берсін. Амин. Бала шағамыз жақсы болсын. Сосын қыз, ең қорқыныштысы енді. Қыз өсіріп келе жатырмыз ғой, қандай болатынын білмейміз. Орамалды болған қалайсың, ұзын етекті болған қалайсың. Сондай болса екен бәрі. Запретсіз, дымсыз, қорықпай, иманбей киіп жүретін. Сосын жаңа енді бізде тағы бір нелер болған, үлкендерімізде біздің қиында тойларда жаңа арақ ішіп алып жүреді, темекі. Балдарымыз кейде тойға барсаң ағаларым темекі шегіп тұрған көреді ғой. Иә. Болмайды дейді аналар, неге шегеді? Ақымақ па деп сұрайды. Қалалды жүрген жерде бар ғой. Бидайда жасалып кетті. Ондай күндерден өтеміз әуе. Иә, иншалла. Мен өзім бірақ сенімдімін, жақсы күндерге жететінімізге. Құдай қаласа. 50 жылда ел жаңа. Жақсымда. Баршаңызға разы болсын. Тамақ пісті ма? Болды, тамақ пісті, жақсы. Амин. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم. ربنا كريم осы істеп жатқан жақсылықтарымыз Алла тағала өз сауаптан жап жәннатта фирдаус жәннатта бәріміз бірге көрші болыңыз және пайғамбарларымызбен және сахабалармен бірге болыңыз. Алла тағала дейді каждый сағат сайын секунд сайын көріңіз. Алла тағала нәсіп етсін. Амин. Осы істеп жатқан жақсылықтарымыз қабірде және де шапағатшы болыңыз. оқыған намаздармен бірге хайыр нәсіп ете тұр. Раббана карим. Ауыздарымыз бір болып, еліміздің ауыздары бір болып, ынтымағымыз берекеміз жараса көрсін. Ел басында ағаларымызға, дін басында ағаларымызға, Раббана карим өз хидayet беріп бұл баста береді. Қыздарымызды ибалы болып, орамал болып, жүректерін иман береді. Жігіттерімізді намысты және Раббана карим
елім үшін жерім үшін тұратын керек бұлар Аллаху акбар. Алла аман